Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерс тортын жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, керемет торт. Тортты жасамас бұрын ең алдымен жаңғақтарымызды жуып, противенге салып, 160 градустағы духовкада 10-15 минут кептіріп аламыз. Бұл не үшін қажет? Өйткені дүкеннен алынған жаңғақтар тұзды болып келеді. Карамель дайындаймыз, ол үшін сливканы плитаға қойып қайнатамыз. Басқа ыдысқа шекерді ертеміз. Аз-аздан салып, үнемі қозғап тұрып, ертеміз. Ерген соң және аз бөлігін саламыз. Солай ертіп аламыз барлығын. Ең бастысы карамеліміз күйіп кетпеу керек. Ол үшін үнемі аз-аздан салып ертіп, және тоқтамай араластырып тұру керек. Шекерді толығымен ерткен соң, қайнап тұрған ыстық сливкиді құямыз үстіне, 2 бөліп. Біріккенше тоқтамай араластырамыз. Толық араласқан соң, плитадан алып, бірден басқа ыдысқа құямыз. Енді үстіне мұздай сармайды салып араластырамыз. Карамеліміз дайын, бетін пакетпен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Бисквитті дайындамас бұрын какаоны дайындап аламыз. Ол үшін какаоға қайнап тұрған ыстық суды құйып, пісте майды құйып, жақсылап блендермен араластырамыз. Енді бисквитін дайындаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағына 150 грамм шекерді, ал сарысына 30 грамм шекер дайындап аламыз. Енді жұмыртқаның ағын жақсылап көтерілгенше миксерлейміз, шетінен жаймендеп шекерді қосып отырамыз. Енді жұмыртқаның сарысына 30 грамм шекерді салып миксерлейміз. Енді жұмыртқаның ағын, сарысын және дайындап алған какаомызды қосып, біріктіріп араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнға қопсқыш қосып араластырып аламыз. Сосын ұнды еліктен өткізіп, аз-аздан қосып араластырамыз. Бисквиттің қамыры дайын. Енді диаметрі 22 см шығатын формаға салып, қызып тұрған духовкада 1 сағат пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз.
Үстіне сливки құйып тағы да миксерлейміз. Крем дайын. Енді карамельге 100 грамдай жаңғағымызды салып, біріккенше араластырамыз. Бисквит суыған соң формадан жайлап босатамыз. Бетіндегі корочкасын жайлап пышақпен кесіп тастаймыз. Енді видеода көрсетілгендей бисквитті 3 бөлікке бөлеміз. Кремді кондитерлік қапқа салып дайындап аламыз. Торт түзу шығу үшін формаға салып жаямыз. Видеода көрсетілгендей бірінші бетіне крем жағамыз. Бетін тегістеп, бетіне карамельдің бір бөлігін саламыз. Карамельдің екінші бөлігін салып тегістейміз. Үстіне соңғы бөлікті қойып, бетіне қалған кремді жағамыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Бетіне ганаш дайындаймыз. Ол үшін 130 грамм Қазақстан шоколадына пісте май құйып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Шоколадымыз еріді, енді біріккенше жақсылап араластырамыз. Үстіне майдаланған жаңғақты қосамыз. Бір сағаттан соң холодильниктен тортты алып, формадан босатамыз. Бетіне дайындаған жаңғақты ганашымызды құйып, тортты толығымен жабамыз.
Міне тортымыз дайын болды. Тортымыздың бетін қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Жасап көріңіздер, дәмі нағыз сникер шоколадын жегендей боласыздар. Керемет шығады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.